Ассалаумағалейкум қыздар, бүгін біз сіздермен ерекше дәмді шоколад түйіршіктері қосылған 5 минутта жасалатын панкейк жасайтын боламыз. Ең алдымен 1 стакан жылы сүт, тұз, қантымызды салып аламыз. Сосын 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды және қопсытқышты қосып араластырамыз. Ұнды қоюланғанша қоссаңыз болады. Сосын кез келген шоколадты алып, майда түйіршіктерге бөліп саламыз. Табаны қыздырып алғаннан кейін панкейк күйіп кетпес үшін баяу отқа қойып пісіреміз. Панкейкті бетінде домалақ тесіктері пайда болған кезде аудару қажет. Қыздар, осымен біздің панкейкіміз дайын. Жасалу жолы оңай. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.